Ал халқым, Гүлнардың үйіндеміз. Үй деп те айтуға болмайды. Қора. Акимат келіп бүгін бір жын сүрейді көшеден тауып алып, өтірік осы жердің иесі деп шамын өшіп кетіпті. Электр суы жоқ. Светі жоқ. Ашпайым. Міне мынандай есік. Осы есік қорған болып тұр. Осы үш бала мен мына келіншекті. Гүлнар, бүгін Акиматта қуаныш не айтты? Сендер қуаныш деген кім өзі? Фамилиясын білмеймін, енді сол жерде әкімнің помощнигім деп таныстырады өзі, неге сол кісі қуаныш деген. Енді сол 2 күн бойы сол Акиматта жаттым ғой, бүгін сол үйіне қайтсын деп мына жерге балалар кішкентайымды ғана өзімді емізілетін қызымды ғана алып кеткен болатын, екеуі үйде қалған болатын. 2 күн Акиматта жатқан болатын, жауапты бір тұлға түссін деп, сөйтіп түссін деп сөйтіп 2 күн бойы жатқан едім. Бүгін үйіңізге қайтыңыз деп айтқан болатын, үйіме қайтпай, бір жауапты тұлғаға жолықпайынша, сөйлеспейінше үйге қайтпайым деген едім. Үйге келіп, районный Акимат светті кесіп, проволокаларын бәрін жинап, суды кесіп, даже есікті шешіп алғысы келген екен. Сосын бәріп өзім телефон номер алып звондаған болатын. Телефон номеріне өзім звондадым. Егер қазір осы есікті алып кетсеңіздер, үйде 2 кішкентай тағы балаларым бар. Егер солар сыртқа шығып адасып кететін болса, сіз жауаптысыз деп айтқан болатын. Сол себепті есікке тимепті, бірақ осылай светті кесіп, капельдің бәрін жинап, суды қиып, бәрі заңсыз деп шешіп алып кетіпті. Амалсыздан, ешкімге кіре алмастан 2 күн Акиматта қонып, ауырып, сөйтіп үйге қайттым балаларым қасына. Себебі енді балаларым қорқады ғой мына жерде светсіз. Сөйтіп үйге келіп отқан жайым бар. Акимат маған осылай көмек қылды. Общежитие сұрап барған болатын, временный общежитие біз сияқты осы жалғыз басты аналарға, осы сироталарға, даваларға берілетін уақытша общежитие болады негізі өкіметтің тарапынан. Сол общежитияны сұрап барған болатын. Негізі бұл жерде де сырыст, тұру ешқандай негізі возможность жоқ, өте қатты сырыст. Сол себепті мен сол общежитияны сұрап бар кінәм сол тұрғын үй бойынша ғой, сол общежитияны сұрап барған болатын. Ешкім қабылдамады мені. Қанша сол жерде айқайлап ауырып болса қайттым. Енді міне свет жоқ, су жоқ, балалар аш. Акиматтың істеген маған жақсылығы осы болды. Сол ешкім жолықпады, ешкім мені қабылдамады. Қуаныш мырза сол жерде жүреді, қандай должностьта екенін білмеймін. Сол кісі маған айтты, блогерларға түсіп, Instagram, Facebook деген желілерге, әлеуметтік желілерге шығып жатыр екенсің ғой. Сол блогерлар халық болып саған көмектессін деп, халықтан көмек сұра деді, Акиматтан емес, мен алдыма келме деді. Блогер болып мен, олар білет, мен 3 бөлмелі үйім бар, Самалда. Ойлаған ғой, Зубайда жаны ашып, үйіне алып кетеді. Акиматқа айтатыным, мен ешкімді үйіме алмайым. Үйімде қызым, күйеу балам, немерем тұрады. 4-іміз тұрамыз. Үміттенбеңдер. Акиматтан осы келіншекке тиесілі үйді аламыз. Тем более бүгін дала суық. Өзім ешқандай тамақ ішетін возможность жоқ. Менде тамақ жасап беретін. Холодильникте бар продукты, осы нелер, осы жанашыр жандар продукт әкеп берген болатын. Енді свет жоқ, холодильникте бар заттың бәрі тоже құрайтын болды, оның бәрі құрайды енді. Себебі енді бәрі еретін еріп, ашитын бәрі ашып кетеді ғой.
Тем более бүгін еще күн суық, енді балаларым алып қалмаса болып деп отырмын. Қалай болатынын білмеймін. Тағы районный акимат маған үйге келе жатқан кезде маған звондап, ертең сағат 11-де мына жердің есігін жабамыз деп айтты маған еще. Сонда мен вообще далада қалдырып отыр ғой бұл кісілер. Далаға шығарып отыр. Иә, далаға шығарып отыр мен. Мен көмек сұрап барған болатын. Насам енді көмек білмеймін, қалай көмек білмеймін даже. Шыққан еш нәрсе. Халықтан қанша қаражат түсті? Халықтан санаған жоқпын, бірақ бір 50 мыңдай ма где-то, в общем, жиналды ау деймін. 50 мың. Оның өзі баланың жүргегі. Неше тамақ іштің? Бір сондай 40-50 мыңдай ақша жиналды халықтан негізі. Рахмет халыққа. Халыққа рахмет. Продуктілі көмектесіп әкеп берген болатын. Халқыма рахмет. Мынау балақайға гидроскутерға рахмет сізге, мынау алып келген. Рахмет сізге, жасыңыз ұзақ болсын, балаларыңыз аман болсын. Қай арбаны алып келді? Міне. Біреудің коляскасы мініп жүрген ол. Мынау әкеп берген коляска. Ой, әп-әдемі жап-жаңа екен ғой. Осы коляска. Осымен неғып бүгін келмедің? Мен акиматта болдым ғой. Акиматта болды. Көрмеген. Акиматта болдым. Айналайын, рахмет сізге осы ойыншықты алып келіп, балаларды қуандырып. Мына екі бала қалай қуанып қалған, мына ұл бала еңсесі көтеріліп, бақытты болып.